Сіздердің назарларыңызға ырыс атты қазақ ертегісін ұсынамын. Баяғыда бір жолаушылап келе жатып, бір шағын ауылға тап болады. Ауылдағы сыйлы кісінің үйі екен. Ол да жолына жығылмай қонағын жік-жапар болып күтіп алыпты. Түннің бір уағында қонақ иттің ұлығанынан оянып кетеді. Бұл қонақ жай қонақ емес, жер бетіндегі жан-жануардың тілін білетін ғалым екен. Қонақтың атын жеймін. Ауыл сыртынан ұлыған қасқырдың дегеніне үй иесінің иті: қонағымның атын жер болсаң, сені адамдарға ұстап беремін, деп жауап қатып тұр екен. Қасқыр болса, бұл ауылды таң ата жау шабады, деп тайып тұрыпты. Қонақ үй иесін оятып, дереу ауылдың көшуін сұрайды. Ауылды көшіріп болған соң, ертесіне ескі жұртқа келсе, кеше көнбей қалып қойған екі үйдің шаңырағы ортасына түсіп жатады. Жаңа қоныста түстеніп отырған қонақ: бұл үйдің ырысы итінде екен-ау, бұйымтай ретінде осы итті сұрармын, деп ойлапты. Осы мезетте ит киіз үйдің туырлығын ескепті. Қонақ ырыс туырлыққа ауды, туырлықты қалаймын деп ойлап отыра береді. Сол оймен отырғанда маңайда жайылып жүрген жетім тоқты келіп туырлыққа сүйкеніп өтеді. Бұйымтайын сұраған иесіне: маған анау қара тоқтыны сойып, етін түгелдей асып беріңіздер. Тек бір шартым бар, еттен менен бұрын ешкім ауыз тимесін, дейді. Ауылдың бір жігіті тоқтыны әп-сәтте сойып тастайды. Бәйбіше етті толығымен қазанға салып асып, енді әкеле бергенде үй иесінің ерке ұлы жүгіріп өтіп бара жатып, бастың құйқасынан жұлып жеп үлгереді. Ет үстінде ауыл иесі: қадірлі қонағым, сен кеше ауылды ажалдан аман алып қалдың, сырыңды айтшы, депті. Сонда қонақ: сізге ырыс қонған екен, сол ырысыңыз ауылды асырап отыр. Ырысыңыздың иесі итіңіз екенін сездім. Соны қалаймын-ау деп ойлағаным сол еді, итіңіз туырлықты иіскеп, ырыс туырлыққа ауысты. Туырлықты қалайын деп отырғанымда, оған тоқты сүйкенді. Сол тоқтының етін жеп ырысты болайын деп ойлаған едім. Оны мына балаңыз бірінші жеп үлгерді. Ырыс енді осы балаға ауды. Құдайдың оң назары түскен пендесі екенсіз, деп сөзін аяқтапты қонақ.